Кез келген бағдарламашы гидті міндетті түрде білу керек. Сондықтан да осы видеоны аяғына дейін көріп, гидті игеріп ал. Тарихына тоқтала кетсек, гидті Linus Torvalds жасаған. Атақты Linux-тың, айтқанда, жасаушысы. Commit, Branch секілді гидтің терминдармен танысқың келсе, онда осы видеоны аяғына дейін көр. Сәлем әлем, бүгін біз жалпы гидпен жұмыс істеуді үйренеміз. Негізі GitHub екеуі бір нәрсе, бірақ бұнда бір күштісі GitLab'та жарайды кейінірек. Ол үшін негізі гидтің download деген басып негізі жазып алу керек. Бірақ мен оны емес, Tortoise деген қолданғанды жөн көремін, себеп бұнда оңайырақ әрі тез. Әрине сіз гидтің осымен жұмыс істей аласыз. Бұнда бірақ команданы қолмен жазып отыру керек. Мен git bash деп аталады. Бұнда өкініштісі қолмен жазып отырасыз, ал анада кәдімгідей графикалық интерфейс. Міне, мысалға git деп сол секілді. Мен бүгін GitLab'ты қарастыратын болам. Кейінірек не үшін оның күштірек екенін айтамын. Міне, ол үшін регистр дейміз, егер сізде аккаунт жоқ болса. Ал егер бар болса, сегінен регистрация тіркелу тез өтеді. Қиындық туындады деп ойламаймын. Жарайды. Енді Tortoise. Осы сілтеме видеоның астында болады. Download тесті жаза бересіз. Келесі GitLab'тың жалпы не үшін күшті екені. Міне GitLab'ға кірдік, project дейміз, new project. Қазір GitHub'қа да кірсейін. GitHub. Start the project. Міне күштілігі маяқта тұрамыз да, мысалға жазамыз. Менің бірінші деп. Мысалға да маяқта көрсек болады. Description. Мысалға description ол жаңағы не туралы екендігі жазасыз. Мысалға my first experiment with GitLab. Мысалға сіз өзіңіз не жазғыңыз келеді, соны жазасыз. Мынау екеуін өзіңіз білесіз не жазатыныңыз. Сосын аяқта private бар, internal бар и public бар. Private дегеніміз жазылып тұр. Сіздің жобаңызға сіз бересіз, көре ала ма, көре алмай ма деген сияқты. Internal project can be. Мысалға мен тіркелмей GitLab'тан сіздің жобаңыз көре алмаймын. Public деген мен тіркелсем де, тіркелмесем де. Тіркелуден жаңағы логин, регистр солар. Initialize repository. Readme деген жалпы мені оқы деп аударылады. Демек, меніңше керек емес сөйлеймін, бірақ өзіңіз жарайды қосып көрейік. Readme деген мені оқы, демек, оның ішінде сіз жоба не туралы екенін жазасыз. Міне, мынаяқта біз private таңдадық та ештеңе болған жоқ. Ал GitHub'ты қарайық. Public дейміз, мысалға repository кез келген description тура солай. Міне, public, енді private таңдайынсек, не дейді? Бізге $7 ай сайын төлеп тұру керек. Әрине бұл ыңғайсыз. GitLab'та тегін тұрғанда не қыламыз? Біз $7 төлеп секілді. Жарайды. Тура сол Readme. Жарайды, жабасылайын. Енді қараңыздар. Create project, демек жобаны бастау. Жасау. Міне жасадық. Енді көрейік. Міне біздің жобамыз тұр. Енді generate. Енді біз putty генге кірейік.
бұл жағы тортойыздікі. Бүйтеміз сөйтіп. Generate дейміз. Нақта тұр. Please generate some randomness by moving the mouse over the blank area. Бұл дегеніміз. Нақта әйтеуір бір нәрсе істеу керек. Сонда андай рандомны өзі кілтті істей алады. Әйтпесе қиынырақ. Бүйте берсең өзіне тез істелінеді. Міне. Жай тез істелінді. Міне. Міне істедік. Енді міне біздің кілт. Бұны біз бүйтеміз. Бұл кілт, мысалы, save public дейміз. Демек, жария ететін кілтімізді сақтаймыз. Мен мысалға SSH деген неге сақтадым. Осындай SSH кілттерге арналған. Атын жазамыз кез келген. Мен мысалға myPublic 1 деп қойдым. Келесі ол save private key. Бізге бітеді. А еще бұның белгісі мынау. Біз пароль қойған жоқпыз. 1-2-3 мысалға. 1-2-3. Міне ең сақталады. Қараңыздар. 1-2 десем. Екеуі сәйкес келмейді. Бұл жалпы не үшін керек? Пароль қоймасаңыз да болады. Бірақ онда сіздің бұл приватталған кілтіңізді кез келген адам көре алады. Мен қойған жоқпын, шынымды айтсам. Сөйтіп жақсы кете берейік. Сөйтіп сақтайсыз. Мен сақтап қойдым, маған керек емес. Енді келесі кілт сақтап. Бұл кілтті енді аламыз да. Мысалға жауып қойдым, мен байқамай. Жаны копировать етіп істеп алсақ болады, мына жаққа жазып, немесе мысалға тұр myPublic деп. Бұл жариялауға болатын кілт. Жариялауға болмайтын ол private. Git'тің өзімен сезеңіз, мынандай болады. Жалпы кілт кейген, SSH кейген SSH кейген дейсіз. Міне, кілтті өз істеп береді. Сақтайтын жері мынау дейді. Сөйтіп өз сақтайды. Бұл Git жалпы өзгеше сақтайды. Мен ол былай сақтадым, ID бір нәрсе деп. Ал мен өзім былай сақтадым. Енді былай міне мен жариялауға болатын кілтім. Бұны алам. Бүйтем. И қараңыздар, мынау мен кілтім. Осыны өзіме копировать етіп алам. Осындай жаққа жазам да. Енді осыны алам да ат кей деймін. Title деп тұр, бұл демек аты. Бұл жаққа кез келген ат болады. Шынымен де кез келген. Мысалы MacBook кей деп тұр өзімен өз. Енді не? Сосын ат кей дейсіз. Ол сосын сізде мынау сіздің кілттеріңіз дегенге қосылады. Менде екеу. Оны көрсетуге тырысыңыз негізі. Жарайды. Кілтті ат кей дедік. Қостық. Келесі. Келесі не істеу керек? Келесі. Аха. Title. Міне. Түсіндім. Енді settings деп жазасыз. Settings деген бұл GitLab'тың өзінің несі? Ой, тортойыздікі. Бұл андай кәдімгідей бөлек приложение. Міне кірдік. Енді осы жақтан неге кіреміз? Git дегенге. Окей дейміз. Сосын бүйтеміз. Жалпы бүйте болады. Ой. Set. Қазір Git'ті басқанда don't show me ешқашан көрсетпе деп айтса болады. Бірақ маған ұнайды қараған. Жарайды. Келесі мынақа name демек, міне кірә менде name. Атыңыз, сосын emailіңіз GitLab'тағы. GitHub болса GitHub'тың жазасыз. Менде осы email. Сосын окей дейсіз. Шығып кетесіз. Сосын келесі ол
тоқтаңыз. Келесі ол. Жарайды, енді осыны клон етсейік. Бұны жалпы скачать етсеңіз болады. Download деп тұр. Жазып алып өзіңізге. Бірақ клон етсе де болады. Осындай бар кезде не үшін қолданбасқа, жарайды. Крик SSH. Міне. Бидеміз. Оң жақты басамыз. Сосын git клон деп тұрады. Git клонды басамыз. Сосын міне. Өзі жаңағы нен өзі біліп алды. Сөйтіп мынаяққа окей дейміз. Не болды? Дейдімнен түскілерді. Түсініксіз болып кетті. Мен бірінші recursive public key мен қате. Not supported images available servers and public key. Бұндай болмайды. Жарайды, онда биде салайық. Git bash дейміз. Git clone сөйтіп paste дейміз. Paste мені өз істеп алады. Енді cloning. Мені clone істеп алды. Келесі. Бізде тек қана бұяқта readme, енді қарайық. Мысалға қосайық. Origin орнына жоқ, керек жоқ бұл әлі. Міне, енді мен мысалға web жобам бар. Міне, осы жобам бар. Мысалға осылайын. Ашайық, міне index.html. Жарайды, енді осыны бедейік. Git sync дейікті. Бедеміз енді. Міне, commit дейміз. Ой, remote commit дейміз. Сосын message-ға мысалға жазайық. Message-ға не жасақ болады. Бір дейік, мысалға бірінші commit екенін. Сосын барып added index.html. Міне. Келесі index.html жазамыз. Осыны қос деп. Сосын commit дейміз. Сізде қазір айтқанда локальный сізде репозиторий тұрды. Ол сіздің осыңыз. Ал бұяққа бұл әлі келген жоқ. Мына жаққа. Себебі бұл удаленный репозиторий болып аталады. Удаленный деген сіздің компьютеріңізде емес. Енді ол үшін бітемізді. Ой, тұр екен ғой. Push дейміз. Push демек жібер сояққа. Енді жазайық push деп. Міне. Көреміз. Available service and түсініксіз тоқта. Not support available service and public key. Service and public key. Thanks. Онда page and енді бедейік atkey дейік. Atkey my private. Енді көрейік. Мені түсінікті. Біз бағанадан бері осы кілтті ашпаппыз, сондықтан. Енді не көрейік. Міне біздің index.html қосылды. Келесі.
Бұның енді қандай жолы бар еді қазір? Создать, мысалға, енді CSS қосайық. Бұны біз гид-баштен былай жасай аламыз. Негізі екі жол бар, бірақ тортойыз көрсетіп жатырмыз себебі ыңғайлырақ. Міне git add дейміз, сосын барып style CSS десек болады негізі, немесе жай ғана нүкте қойсақ болады. Нүкте деген барлық жаңа қосылғанның бәрін енгізеді. Git add дедік, енді қараңыздар. Git commit дейміз. Жаңағы commit'нің орнына git commit -m. M деген message демек. Не айтамыз? Message'ға айтамыз. Бұл біздің қанша? Бірінші ғой. Жоқ. Екінші депті. Екінші added style CSS. Мен CSS қосым деп айтып отырмын. Өзіңіз білесіз не жазасыз негізі жақшаның ішіне. Git commit дейміз. Міне. Git commit енді бүйтеміз. Git push. Push еттік. Енді қараймыз. Міне, style да қосыла келді. Сосын бір қызығы, мысалға, commit деген былай қарағанда бір ойын бар да, мысалға. Ойын ойнап атсыз, и мысалға айтасыз, ертең ойнайын деп шығып кетесіз. Сол кезде сіз ойыныңызды сохранить деп, андай прогрессті сақтап қаласыз. Бірақ келесі күн ойнаған соң жаңа прогресс болады. Бірақ алдыңғы прогресстер сақталмайды. Git-тің қызығы барлық прогресстер осы commit арқылы сақталады. Бізде 2 commit болу керек еді. Міне 3 commit. Added index initial commit деп тұр. Міне. Бірақ немесе күштісі, мысалға, ол тек қана не өзгерді, соны ғана сақтайды. Міне мысалға айтады, one changed file, ол index CSS, HTML. Осы қосылды дейді. Наяқта мысалға. Наяқта нені көрсеткен? Тура сол. Бір файл қосылды, плюс style CSS дейді. Сосын не? Қазір енді мысалға бетейік. Тұр, енді branchпен жұмыс істеу керек. Бұтақ, мысалға қалай? Қазір paint'та салайын. Мысалға, мынау біздің жоба. Мысалға, мынау біздің жоба. Бір кезде негізі көп проект жобаларда былай болады. Мынау жобаның өзі, ал мынаяқта dev деген бұтақ болады. Бірінші деген былай бұтақ қойшы менде. Бұтақ болады. Бұл дегеніміз мысалға мынау кәдімгі жұмыс істеп қатпайтын несі да нұсқасы. Ал мынау ондай бета дейді. Қатып жатыр әлі, мысалға кейбір жерлері толық емес, соны жөндеп жатыр да. Сосын жөндеді, екеуі не болады? Екеуі merge болады. Демек merge деген қосылады. Қосылу. Жазбай қойын, не қойым? Сосын өз таңдайды. Негізі көбінесе мынау жүре береді ары қарай. Сөйтіп тура сондай, мынау бұтақ қайттан өстеді. Commit деген мысалға наяқ. Мысалға поезд болса, соның жолындағы станциялар ғой айтқанда, артқа қайтатын нүкте. Мысалға, мынау dev деген developer version дейді. Бұл көбінесе жүре береді ары қарай. Ал мысалға бір жаңадан функция қосылатын болса, онда ол бір бұтақ болады да, егер толық болса, сосын ол жабылып қалады. Ары қарай өспейді көбінесе негізі функциялар. Себебі ол бірақ функция ғой, ары қарай керегі де жоқ. Сосын не? Түсінікті деп ойлаймын, қазір көрейік. Енді көрейік, мен бірінші. Енді қарайық.
мысалға мен қосайын қазір JavaScript'ті. Сосын индекс HTML-ді біраз кішкене өзгертейік. Мына git bash жауап қылсайыншы. Git bash айтқаным жалпы команда ыңғайсыз, бұлай кнопкалар басқан тезірек деген ғой. Енді бүйтейік. HTML мынаяққа style CSS қосайық. Енді app.js-қа жазайық. Мысалға document.write мысалға жазайық Юсіп. Жаздық. Енді көріп тұрмыз. Мына екеуі мынау айтып тұр. Мынада өзгеріс бар. Мына екеуі болады, өзгермеген. Мынау таныс емес дейді. Енді бүйтеміз. Қайттан git sync. Мынаны жабассақ болады деп ойлаймын. Git sync дейміз. Сосын мынақа нені? Енді бүйтеміз local branch жазамыз. Remote branch. Саға жазайын. All current. Жарайды. Аржақта мысалға шыңғыс дейін. Міне. Аржақтағы remote деген наяқтағы бренчім. Бұл мысалға мен бренчім шыңғыс болсын. Шыңғыс. Көбінесе командада үйсет. Мысалға Димаш деген біреу өзін ашады. Шыңғыс деген ашып алады да, сөйтіп әркім өзінің несімен алсады, кейін мерж етеді. Жарайды. Енді көрейік. Дұрыс. Commit дейік бірінші. Commit new branch дейін. Осыяқа шыңғыс дейін. Енді қарайық. Месседжға жазайын. Added and linked CSS жоқ, added CSS added JS linked CSS міне. Енді мынақа қойып шығуды ұмытпайын. Енді commit деймін. Commit деген push дейсің болады негізі. Remote шыңғыс, қайттан remote origin, arbitrary. Окей. Кетті. Міне. Көріппіміз. Pull request деген еді. Есімнен шығып кетті. Көрейік. Қараңыздар. Мен мынаяқта JavaScript-пен индексі сәл-пәл өзгертме. Мен мынаяқ қарайық. Қазір. Project. Міне. Мынаяқта не? Әлі сол жоқ. Индексінің ішінде түк жоқ. Дұрыс, міне түк жоқ. Ал JavaScript қайда деп сұрақ қойатын шығарсыздар. Олар мынаяқта екі branch деген басамыз. Сосын кіреміз, мынаяқта шыңғыс деп тұрады. Басамыз. Енді міне, олар мынаяқта app.js, индекс, міне индекстің ішінде бір нәрселер бар. Міне, бұндар осы жақта. Енді не істейміз? Мысалға, мынау жұмыс істеп тұр. Енді олик үлкен компаниямыз. Жұмыс істеп тұр. Осыны енді халыққа берейік. Create merge дейміз. New merge request жазайық. Working stable version мысалға 2-ден 0 дейік. Жұмыс істейтін не деп? Не дейік? With style and event handling. Event handling деген жағы басқанда былай болады. Ол JavaScript бәрі жарайды. Келесі ол бітейік
source branch submit дейміз. Мысалға мен Шыңғыспын, мен бастығыма айтамын, міне мен істедім, осыны қабылдаңыз деймін. Бастық отырады, мысалға қарайды, міне merge request демек, осыны қабылдашы деп келді. Ол көреді, тұр міне, қарайды мысалға, не берейін деп отыр, мысалға open, мысалға аяқта discussion дейді, ақылдасып болады, мысалға онша емес дейді, кейбіреулер күшті дейді, осыған қарап не істей бастайды. Committed, сол нелер мысалға кейбіреу жазады, керек емес, мысалға жұмыс істемейді деп жазады, мысалға адам көреді, сөйтіп қабылдамауы мүмкін. Жарайды, келесі merge дейді. Merge деген жарайды, жұмыс дейді, екеуін қосайық дейді. Remove source branch дегеніміз не? Жаңа қостық, сосын Шыңғыс деген жоқ болып кетеді. Ал бұны қоймасақ, Шыңғыс деген тұра береді сол бойы. Жарайды, merge дейік. Міне merge болды. Енді көреміз, наяқта JavaScript тұр. Міне көріп тұрмыз, JS қосылды. Index style бәр дұрыс, индекс көрейік. Жаңа жоқ етін енді бар. Міне. Бұны тіпті біз осы жақта edit де аламыз. Жалпы бұнда system version control-ға көреді. Ол дегеніміз, мысалға, commit дейік. Үсіп, артқа қайтып келе аламыз. Наяқта, мысалға, адам түсінетін еқіп жазсаңыздар, мысалға, наяқта CSS қосым дедім, наяқта JS қосым дедім. Онда, интеграция дейді, оңайырақ болады. Шадас қалмайсыздар. Ал егер өтірік жазсаңыздар, онда түсініксіз болып, кейін өзіңіз түсінбей отырасыз. Мысалға, жарайды. Басқа не бар? Force, push, submit. Басқалар енді керек емес ойлаймын бұлар әзірге. Енді не? Негізі жалпы GitLab пен GitHub екеуі негізі мысалға көптеген open source дейді ғой, ашық коды бар, робалар бар. Соларға сіз көбірек көмектескен сайын, наяқта сізде профайл деп тұрады, қосыла береді да бұяқта. Мысалға contributed projects дейді. Мысалға мен ешқандай робаға көмектескен жоқпын шынымен. Personal projects бар. Сөйтіп біреулерге көмектескен сайын, сізді мысалға мынау біледі екен ғой деп жұмысқа алуы мүмкін. Мысалға не бар? Наяқта сіздің activity, мысалға көмектесіңіз, оттыңыз, бір нәрсе қостыңыз. Сосын айтайын. Сіздің репозиториңіз бар. Сіз мысалға бастықсыз, енді біреуді қосқыңыз келеді. Settings дейсіз. Members дейсіз. Бұнда жай ғана ағылшын керек. Invite member дейсіз. Болды. Мысалға наяқта адамдар отыр. Біреуін шақырасыз. Біреуін дегенде өзіңіздің әріптесіңізді шақырасыз. Сосын не? Guest бар, әшейін көреді. Репортер бар. Репортер екеуінің айырмасын түсінбедім. Әйтеуір кодта жазылады. А maintainer ол бастық. Абайлаңыз, егер сіз maintainer беріп қойсаңыз, не? Өзіңіз айырып қаласа maintainerден. Себебі бастық біреу-ақ болады. Сіз өзіңіз девелоперға түсіп кетесіз.
Сөйтіп жаңадан проект өзіне иеленіп алады оп оңай. Үстіне expiration date дейді. Бұл демек мысалға бүгін шақырдыңыз 17 күні, тәуелсіздік күні Қазақстан Республикасының. Сөйтіп ол 21 күні бітеді деп айтасыз. Сосын өзі кетіп қалады. Ұмытып кетсеңіз мысалға бәрі. Басқа projects groups жарайды. Ал осымен видео аяқталады. Барлық сілтеме осы видеоның астында. Көргендеріңізге рахмет. Көріскенше.